Ассалаумағалейкум. Бұл игроман күнделігі екінші часть. Алдыңғы жолы айтқанымдай осылай түсіріп отырамыз. Екінші частьта не айтылады? Бізде игромандардың арасында барлығында кездесетін жағдай ол мойындай алмау. Ол өзінің ауру екенін мойындай алмайды. Ол өзінің біреудің алдында слабы екенін мойындай алмайды. Ол өзінің букмекердің алдында былай айтқанда қауқарсыз, қолынан ештеңе келмейтінін мойындай алмайды. Осы игромандардың енді 100%-інде кездесетін жағдай ғой ол. Бірақ айтқым келетіні, игромандарды жеңу, букмекерлерді жеңу мүмкін емес. Ол біреу менімен келісер, біреу менімен келіспес, бірақ конкретный факт сол: букмекерлерді жеңу мүмкін емес. Ол жай ғана иллюзия. Мен мықтымын, мен футболдан разбираться етем, мен жаңағыдай ұтам. Ол әңгіменің бәрі өтірік. Көп игромандардан сұрасаң, көп игромандардың айтатыны ақша үшін ойнап жүрмін дейді. Мен салған ақшамды ұтқым келеді, хотя бы салған ақшамды шығарып алғым келеді, отыграться еткім келеді деген әңгімелері бар. Айтқым келетіні ол да өтірік әңгіме. Игромандар ақшаны салып логически ойлауға болады да негізі. Сен сол игроманияның арқасында көптеген қарызға кірдің да, көптеген ақшаңды жоғалттың, біреудің де ақшаларын салып жүрген кездерің болды да, бірақ логически соны ойласаң, қайтадан барып ұтам деген сөз ол мүмкін емес негізі. Бірақ біреу звондап қалды. Бірақ бұл жерде айтқым келетіні, үлкен қателік: мен букмекерлерді жеңем, мен букмекерден ақша ұтам, мен сонымен заработаю деген әңгіменің бәрі өтірік әңгіме. Ол игромандарға түсіну керек ең бірінші факт. Сосын игроманиядан шығудың жолдары бар. Игроманиядан шығу үшін адам ең бірінші өзінің букмекердің алдында, басқаларының алдында, Құдайдың алдында өзінің слабы екенін мойындау. Мен мойындаймын, мен қолымнан ештеңе келмейді, мен осы нәрседен шығуым керек, осы нәрседен шығу үшін маған осындай нәрселерге әрекет жасау керек деп адам өзінің ішінде мойындай алатын болса, ол кезде шығуға өте шансы көп. Сосын бывших игроманов и наркоманов не бывает деген адамдарға айтқым келетіні, бывших игроманов не бывает деп не үшін айтылады? Барлық ойнайды, ой, бывших игроманов не бывает деп айтады, значит ойынды қою мүмкін емес деп қолын бір сілтейді, или ата-анасы сенбейді деген сияқты. Бывших игроманов не бывает деп айтатын себебі, игроман ставка тікпеуі мүмкін. Игроман казиноға барып ойын ойнамауы мүмкін, бірақ мінездері сол қалпы қалады. Игроманский мінез вспыльчивый болады, тез ашуланады. Ол мінезді негізі дұрыстауға болады. Если желаниең болатын болса, ол нәрсені де дұрыстауға болады. Сол үшін айтқым келетіні, жігіттер, шаг жасаймыз алға, бәрін мойындаймыз, өзімізге мойындайық, главный. Сен мамаңа мойындама, әйеліңе мойындама, достарыңа мойындамай қой, бірақ сен өзіңнің ішінде мойында да. Сен қолыңнан ештеңе келмейді, сен натуре слабый адамсың. Игромандар мықты, букмекерлер мықты бола берсін. Лучше сен слабый бол, зато өміріңді дұрыстауға деген шансың көп болады. Екінші частьтің жартысын тағы да салам, бірақ енді получается үшінші часть қып салам оны. Қазір енді YouTube маған разрешение бермей жатыр әлі жаңағы ұзақ видеолар салуға. Сол үшін осындай қысқа болады пока. Ең бірінші әрекет сіздерден керек, ол өзіңізге хотя бы мойындау, что сіздің қолыңыздан ештеңе келмейді, сіз өте слабый адамсыз. Сіз сол кезде ғана осы нәрсенің жолын іздеуге, осыдан шығуға жол іздеуге, сол кезде ғана сіздің миыңызға новый нәрселер келіп бастайды. Сол үшін тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, қолдап кетіңіздер, басқа игромандардың көруіне себепші болыңыздар.